Сақтар, ғұндар. Бүгінгі сабақта біз Қазақстан аумағындағы ерте мемлекеттерге тоқталамыз. Көшпелілер мемлекеттерінің үш үлгісі. Көшпелілер мемлекеттерінің үш үлгісі бөліп көрсетілді. Оның біріншісі көсемдік. Көсемдік бұл туыстыққа негізделген мұрагерлік билігі бар көсем басқаратын саяси құрылым. Көсемнің басты қызметі әскери, әкімшілік, сот, бітістіруші, біріктіруші істерін атқару болды. Екіншісі ерте көшпелілер империясы. Ерте көшпелілер империясы рулық және рудан тыс байланыстарға негізделген көп сатылы саяси құрылым. Мұндай мемлекетте министрлер, салық жинаушылар, төрешілдік аппарат пайда болды. Ерте көшпелілер империясының басты қызметі әртекті халқы бар үлкен аумақты бір орталықтан басқару, әскери жорықтарды ұйымдастыру, салықтар мен алымдар есебінен қоғам мен ақсүйектер мүддесін. Көшпелілер мемлекетінің үшінші түрі дамыған көшпелілер империялары. Мемлекеттің дамыған кезеңі дамыған көшпелілер империяларында ғана мәжбүрлеу жүйесі мен заң пайда болды. Сонымен көшпелілер мемлекетінің үш үлгісі бар: көсемдік, ерте көшпелілер империясы, дамыған көшпелілер империясы. Сақ патшалықтары көсемдіктері, яғни туыстас тайпалардың әскери саяси одақтары болды. Сақ көсемдері саяси қызметтерді атқарды, антикалық дереккөздерде соғыс пен бітімгерлік мәселелерді шешкен, әскерді басқарған, елшілер жіберген, одақтар жасасқан, басқарушыларды тағайындаған сақ патшалары мен патша әйелдері туралы айтылады. Сақ қоғамында әскери демократия үстемдік етті. Патшаны жауынгерлердің жалпы жиналысында сайлады. Осылайша ерекше патша әулеті бөлініп шықты. Көсемдер мен ақсақалдардан әскери тайпалық ақсүйектер құралды. Сондай-ақ абыздар тобы бөлініп шықты. Скиф сақ қоғамында әйелдер жоғары мәртебеге ие болды. Сақтардың әйел патшалары туралы мәліметтер аңызға айналған дастандарда кездеседі. Патша әйел Зарина қарсыластарымен соғыс жүргізіп қана қоймай, бірнеше қаланың негізін салды. Ал патша әйел Томирис өз патшалығын парсыларға қарсы соғыста басқарды. Сақтар. Сақтардың әлемдік өркениеттегі уақиғаларға ықпалын қарастыратын боламыз. Ерте темір дәуірінде көшпелілер әлемдік кеңістікке шыға бастады. Біздің заманымыздан бұрынғы 8-7 ғасырларда скифтер алдыңғы Азияға басып кірді. Кіші Азияның барлық шығыс аймақтарын басып алып, ондаған жыл бойы өз биліктерін жүргізді. Біздің заманымыздан бұрынғы 7 ғасырдың бірінші жартысында скифтер Дербент қақпасынан өтіп, оңтүстік Кавказға басып кірді. Қазіргі Әзірбайжан жеріне келіп табан тіреген олар өздерінің патшалығын құрып, көршілес елдерге шабуылдар ұйымдастыра бастады. Біздің заманымыздан бұрынғы 670 жылы ассириялықтармен болған соғыста скиф патшасы Ишбақай қаза табады. Ассирия мен скифтер арасында келісім жасалып, құдалық орын алды. Кейін скифтер Мидияны өздеріне салық төлеуге мәжбүр етті. Оңтүстікке қарай жылжыған скифтер Сирия, Палестинаға дейін барып, Мысырдың шекарасына жетеді. Біздің заманымыздан бұрынғы 7 ғасырдың аяғында скифтердің басым бөлігі далаға қайтып оралды. Скифтердің алдыңғы Азияға жорықтары ұлы дала көшпелі өркениеті мен ежелгі шығыстық өркениет арасында байланыс орнатты. Кемер скиф шабуылдары Ассирия империясының ыдырауына және жаңадан Мидия мен Парсы мемлекеттерінің пайда болуына жол ашып, тарихқа өзгеріс енгізді. Сақтар мен ахемениттер. Біздің заманымыздан бұрынғы 6 ғасырда парсылық ахемениттер империясының патшасы
орталық Азияға бірнеше жорық жасады. Парсылық ахемениттер әулетінің негізін қалаған Кир патша болды. Ұлы Кир атанған патша аса үлкен империя құрды. Ұлы Кир орталық Азияның отырықшы егінші аймағы Маргиана, Соғды, Бактрия сияқты жерлерді басып алып, оларды өз империясының сатрапы етеді. Сонымен қатар ол сақтарға қарсы бірнеше жорық ұйымдастырады. Кир патша Соғдының сақтар мемлекетімен шекарасында Курушката аталатын қала салуға бұйрық берді. Кир біздің заманымыздан бұрынғы 530 жылы шығысқа массагеттерге қарсы жорыққа шықты. Геродоттың баяндауынша, осы жорықтан Кир қайтып оралмаған. Ол Амудария жағасындағы шайқаста қаза табады. Кирдің ізбасары бірінші Дарий бүлік шығарғандарды аяусыз жазалап империяны қайтадан құруды қолға алды. Яғни Кир қайтыс болғаннан кейін оның сатраптары Парсы империясына қарсы көтерілістерге шыққан. Осы көтерілістерді аяусыз жазалап қайтадан империяны Дарий қайтадан күшейткен. Маргианадағы бүлікшілерді бағындырған соң, біздің заманымыздан бұрынғы 519 жылы Сақ тиграхаудаларға шабуыл жасап, олардың көсемі Скун ханы тұтқынға түсіреді. Бұл туралы жартасқа, яғни Бехистундық жазбаға жазып қалдырды. Біздің заманымыздан бұрынғы 518 жылы Дарий сақтарға қарсы тағы бір жорық жасайды. Бұл жорық жөнінде халық аңыздарда сақталған. Аңыздардың бірінде Шырақ атты сақтың парсылардың сеніміне кіріп, оларды сақтардың әскері орналасқан жерге төте жолмен жеткіземін деп, сусыз шөлге апарып, көпшілігі шөлде қырылғаны айтылады. Дарий әскерінің қатарында 10 000 ажалсыз сақтың болғаны туралы мәліметтер бар. Олар грек-парсы соғыстарына біздің заманымыздан бұрынғы 490 жылы Марафон маңындағы шайқасқа, ал біздің заманымыздан бұрынғы 480 жылы Ксеркс патшалығында болған соғыстарға қатысқан. Яғни бұл деректерден біз сақтардың парсылардың гректерге қарсы соғыстарына, шайқастарына қатысқандығын білеміз. Сақтар мен Александр Македонский. Біздің заманымыздан бұрынғы 331 жылы Александр Македонский Гавгамела шайқасында Парсы патшасы 3-ші Дарий әскерін тас-талқан етіп жеңіп, Азияның билеушісіне айналады. Осы соғыста сақтардың дақ тайпалары Бактриялық атты әскермен бірігіп, македондықтардың ең мықты жауынгерлеріне қарсы шайқас жүргізеді. Бұл туралы Ариан скифтердің өздері де, олардың аттары да сауытпен қорғалған деп жазды. Бұдан біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырда сақтар Парсы әскерінің таңдаулы жауынгерлері болғанын білеміз. 3-ші Дарий патша қаза тапқан соң, дақтар македондықтар жағына өтіп, таңдаулы атты садақшылар ретінде Үндістан жорығына қатысады. Яғни сақтар Александр Македонскийдің Үндістанға жасаған жорығына қатысқан. Көшпелілер батыс басқыншыларына қарсы соғысқан Соғдының әскери қолбасшысы Спитаменнің негізгі күшінің құрамында болды. Спитаменнің жауынгерлері грек-македон күштеріне қарсы бірнеше мәрте күйрете соққы берді. Ақыр соңында Спитаменнің көтерілісі жеңіліс тауып, Соғды мен Бактрияны Александр жаулап алады. Сырдарияның солтүстігін мекендеген сақтар өздерінің тәуелсіздігін сақтап қалады. Ғұндар мен Қытай империясы. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдың соңында ұлы далада өмір сүрген көшпелі ғұн тайпаларының билігіне ержүрек қолбасшы Мөде келеді. Ол Саян, Алтай, жоғарғы Енесей аймағын мекендеген көшпелі және жартылай көшпелі тайпаларды жаулап алады. Осы уақыттан бастап ғұндардың даңқты жорықтары басталып, олар аса ауқымды империя құрады.
Олардың басты қарсыластары көшпелі Юэджи мемлекеті мен Қытай болды. Біздің заманымыздан бұрынғы 200 жылдары Хань әулетінің негізін қалаған Қытай императоры Гаоди ғұндарға қарсы жорыққа шығады. Алайда оның өзі қоршауға түседі. Амалсыздан ғұндармен бейбіт келісім жасаған олар Қытай патшайымын мүддеге беріп, императордың өмірін сақтап. Ғұндардың көшпелі мемлекеті мен юджиліктер арасындағы соғыс 4 ғасырға созылып, біздің заманымыздан бұрынғы 165 жылдары ғұндардың толық жеңісімен аяқталады. Ғұндар мен Қытай соғысының жаңа кезеңі біздің заманымыздан бұрынғы 133-127 жылдары Хань императоры Удидің ғұндарға қарсы жорық жасауымен басталады. Ғұндардың көшпелі империясында дағдарыс орын алып, ғұндар жан-жақты қыспаққа түседі. Қытайлардан жеңілген олар көршілес Жетісу жерін мекендеген үйсіндердің шабуылына ұшырайды. Осындай жойқын шабуылдар салдарынан ғұндар одағы ыдырап кетеді. Біздің дәуіріміздің 1 ғасырында оңтүстік ғұндар толығымен Қытайдың қол астына өтеді, солтүстік ғұндар батысқа қарай. Ғұндар мемлекеті ерте көшпелілер империясы. Ғұн мемлекеті көшпелілер мемлекеттерінің екінші үлгісіне жатты. Мемлекеттің басында Таңырқұт, Қытай деректерінде Шаньюй деп аталды. Оның билігі қатаң түрде мұрагерлікпен берілді. Оны аспан ұлы, аспан мен жерден жаралған, күн мен ай мен тағайындалған ұлы Шаньюй деп атады. Ол соғыс жариялады және бітім жасады, жорықтарда әскерді басқарып, келіссөздер жүргізді. Сыртқы саясаттағы барлық мәселені шешті. Мемлекетте Таңырқұттан кейінгі жоғарғы тұлғалар сол жақ және оң жақ, яғни батыс және шығыс кіші хандар болды. Олар империяның батыс және шығыс аумақтарын басқарды, әскердің сол және оң қанаттарына басшылық жасады. Олардан төмен 24 түмен басы, яғни 10 мыңдық әскерді басқарушы тұрды. Түмен басылар Таңырқұттың туысқандарынан тағайындалды. Түмен басыларды мемлекет басшысының өздері тағайындады, орнынан алды және жазалады. Ол әрбір түмен басының билігіне үлес бөлді. Өз иеліктерінің шектерінде түмен басы мыңбасылар, жүзбасылар мен онбасыларды тағайындап, оларға көшпелі халқымен бірге жер үлестерін бөліп берді. Шаньюйдің бұйрығынсыз тайпалардың орын ауыстыруына тыйым салынды. Ер адамдардың негізгі міндеттерлігі әскери қызмет болды. Кіші хандар мен түмен басылар жылына 3 рет мемлекеттік істерді талқылау үшін және күзде 1 рет адамдар мен мал санын есептеу және тексеру үшін Таңырқұттың ордасына отбасылық кеңеске жиналды. Халықтардың ұлы қоныс аударуының басталуы. Батысқа жылжи отырып, солтүстік ғұндар 2 ғасырдың ортасында Шығыс Қазақстан мен Жетісу жеріне келіп, Қытай деректерінде Юэбань деп аталатын мемлекетін құрды. Олар 5 ғасырға дейін өмір сүрді. 4 ғасырдың ортасында олар Ұлы даланы бойлай, батысқа жорық жасап, Рим империясының шекарасына дейін жетеді. Ғұндардың жорығы өзге де тайпалардың қозғалысына әсер етті, әсіресе шабуылға ұшыраған герман тайпалары бүкіл Европаға тарала бастады. Ғұндардың батысқа жорығы халықтардың ұлы қоныс аударуына негіз болған екен. 5 ғасырда ғұндардың ұлы көсемі Аттила Шығыс Европада өз мемлекетін құрды. Этногенездің түркілік кезеңінің басталуы. Қазақ этногенезінің түркілік кезеңінің басталуы ғұндармен байланысты. Зерттеушілердің көпшілігі ғұндарды түркі тілдес деп есептейді. Даланың шығысында сақтар мен юджилерден шығысқа қарай мекендеген ғұндар біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда көшпелілердің үлкен империясын құрды. Юджилерді ығыстырып, ғұндар солтүстік батыс Қытай аумағын иеленді. Ол жерден ғұндардың жасақтары қазіргі Қазақстан аумағына еніп,
жергілікті тайпалармен соғыса бастады. Ирандық тайпалардың бір бөлігі ғұндар одағына кірді және ассимиляцияға ұшырады. Өзгелері оңтүстікке және батысқа кетті. Ғұн тайпалары түркі тілдес тайпалар болды. Түркі тілдес ғұн тайпаларының ұлы даланың орталық бөлігіне келуі ондағы тайпалардың түркілене бастауының негізін қалады. Тыңдағандарыңызға рахмет.